сәлеметсіңдер ме оқушылар? 3-ші сынып 87-ші сабақ 75 бөлінген 15 түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу. Екінші есептің А нұсқасын қарайтын болсақ, бұл жерде негізінен 36 бөлінген 12 өрнегінің мәні тапделінген. Яғни 12 санына көбейткенде 36 саны шығатындай етіп, біз сан таңдап алуымыз керек. Яғни 2 бұл жерде сәйкес келмейді, себебі 24 саны шығады, ал 3 саны бізге сәйкес келеді, нәтижесінде 36 саны шығады. Бізде сонымен ізделінген сан 3 болып шықты. Бұндай есептерді негізінен бөліндінің мәнін тез таңдау үшін бөлінгіштің соңғы цифрына назар аударғанымыз жөн. Яғни бөлінгіштің соңғы цифрындағы сан көбейту кестесіндегі бөлінгіштің бірлігіне тең санға сәйкес келсе, онда біздің ізделінген санымыз сол болып табылады. Және де 3-ші есептің А нұсқасына қарайтын болсақ, бұл жерде бізде 78 бөлінген 13 деген өрнек берілген. Оның ең бірінші тәсілін қарайтын болсақ, бұл жерде бізде ең бірінші 2-ні аламыз. 2-ні алғанда нәтижесінде 26 шығады, 13-ке көбейткенде. Бұл бізге сәйкес келмейді. Солай алгоритм бойынша жүріп, соңында 6 цифрын алғанда ғана бізде сәйкес жауап шығады екен. Яғни бұл ұзақ жол болып табылады, ал екінші тәсіл бірінші тәсілге қарағанда қысқарақ. Яғни бұл жерде біз бірінші бөлінгіштің соңғы цифры бойынша бөліндіні іздейміз. Яғни 3-тің көбейту кестесін есімізге түсіреміз. Және де 3 көбейтілген 6 бұл 18 тексереміз. Және де сәйкесінше 6 цифры біздің жауап болып табылады екен.